Майонезсіз жасалатын дәл осы салатты той жиындарға қоюға өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен қайнаған суымызға брокколи мен цветная капустамызды 5 минуттай тұз қосып пісіріп аламыз. Енді қиярымызды осылай қиғаштап турап аламыз. Қызанағымызды да қиғаштап тураймыз. Бұл салат бірден желініп кететін салаттың түрі. Енді бір болгар бұрышында жіңішкелеп ұзыншалап турап аламыз. Менде қатырылған болгар бұрышы және тауық етінде осылай суға пісіріп алып, жіңішкелеп ұзыншалап тураймыз. Сәбізімізді бір данасын теркадан, осындай ұзын корейлік теркадан өткізіп аламыз. 2 тісше сарымсағымызды да үкіштен өткізіп аламыз. Тұз дәміне қарай қосамыз және қара бұрыш, кориандр қосамыз. Жаңа піскен брокколиларымызды қосамыз. Қара бұрыш және 1 ас қасық соевый соус және қатырылған кинза қостым. Үстіне сұйық майымызды қыздырып құятын боламыз да қолымызбен осылай араластырамыз. Салатымыз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады.